Питер Друкер деген бір ғалымның сөзі бар. Корпоративная культура ест стратегию на завтрак деген. Қазақша аударатын болса, компанияның ішкі мәдениеті компанияның бүкіл стратегиясын таңғы асқа жеп қояды дейді. Ол не деген сөз? Компания ол командадан тұрады. Кез келген компанияда ішкі мәдениеті бар да, команданың ішкі мәдениеті бар. Егер сол команданың ішкі мәдениеті төменгі деңгейде болатын болса, егер адамгершіліктері төмен, бір-біріне деген сыйластығы, құрметі, қарым-қатынас деңгейі бәрі төмен болатын болса, онда компания қанша стратегия құрсын болашаққа? Кәсіпкер қанша курс оқысын, қанша тренинг оқысын, кәсіпкер қанша қиялына армандап бәрін тартсын, ішкі мәдениеттің төмендігі анау мақсаттардың бәрін, стратегияның бәрін бұзады деген сөз ғой. Кейде айтады кейбір кәсіпкерлер, маркетинг немесе жаңағыдай финансы, басқа да бір құралдар маңызды, бірақ корпоративная культура емес, корпоративная культура маңызды емес, өте қатты маңызды. Компанияның ішкі қарым-қатынас жүйесі егер мықты болатын болса, команда кәсіпкердің құрған бүкіл стратегиясын өзі алып шығады ғой, бұл оны істейді. Егер командада мәдениет болмаса, онда жағдай қиын. Онда компанияның да мәдениеті жоқ деген сөз. Неге өмірде ішкі мәдениеті төмен адамдар қылмыскер болып кетеді? Неге олар жетістікке жетпейді? Олардың ішкі мәдениеті төмен. Енді ойлаңыз, компанияның ішіндегі команданың ішкі мәдениеті төмен деген сөз, компанияның да ішкі мәдениеті төмен. Ішкі мәдениеті төмен компания ешқашан жетістікке жетпейді. Дәл ішкі мәдениеті төмен адам сияқты. Сол үшін кәсіпкер үлкен стратегияларды құрмай тұрынша артында сол стратегияны іске асыратын командасы қандай деңгейде, олармен қарым-қатынасы қандай деңгейде, олардың өзара қарым-қатынасы қандай деңгейде, олардың айтқан кезде ішкі мәдениеті, жүректері, халдері қандай деңгейде, соның бәрін келтіріп, соны дайындау керек және соны ұстап тұру керек та. Міне сол жаққа ұрған кезде алдыңғы шеп өте жақсы жұмыс жасайды.